şehirde kaybolak kalmalar ayaklar bir yere görmemizi o şehirde Rıdvan'ın tuğan gününün hürmetine, uzun dasardan ektekinin hürmetine uğratağımız en sanımız degen husus aytma dedim. Apalarımıza arma özümüzde yaşlı elinde aytın yeri olsun havalarımızda. Altay'ın adlarından kelgen arı deydin. Yani havalarımızda. Kıymaytırcan dikilsin rahat yalan Halkalar gizlidir boy habir yavaş Mükmüller canlarına Rabbiler ramazına Varım sevdalar farama Kasına
Әрқашанда аман жүріңіз. Ал енді жалпы биге кезек берген жөн көріп отырмыз. Кішкене отырып қалып жатқан болады. Ортаға кішкене секіріп, көңілімізді көтеріп, ұжымдастарымызды, апайларды биге алып шығайық, көңілімізді көтерейік.
апай тұрады сөрелерді толтырып, товар сатып халыққа алғыс алған Монғұлов деп мына бүгінгі ұжымдастармен кездесу кешке келіп отырған қонақтарымыз Нұрлы апа, Жеңіс апа, Роза апа, Жалғас ағаймен бірге Табылды ағамыздың күрәші, Қызылжардан Монжақ апа, Күләш апай, Қойқын апай, сосын және Қойшына Роза апай. Ассалаумағалейкум, ағалар, апалар, әне қарындастар, мынау енді Қозырашоттың ұжымдастары. Қош келіп жатырмыз. Мынау дастархан жайып, осындай жақсы той өткізіп жатыр. Мына қыздарымызға алғыс айтамыз, осыны ұйымдастырған, соған атсалысқан қыздарға, бірге жұмылып келіп жатқан адамдарға бәріне де рахмет айтам. Дендерің сау болсын, семьяларың аман болсын, болашақтарың жарқын болсын, жолымыз ашық болсын, аман болайық. Енді менің өзім өмірімді айтсам, мен енді мына Сарайшық университетін бітіріп келіп, 2 жыл оқып. Осыған 72-ші жылы келіп кірдім. Еркеш ағай некен, бастық екен, папамыз дүкенші, содан бір әлгімнен қалған бір жайдақ газет машинасын ұстатты. Сол газетті айдады. Әлгіні айдағанда жүрісі шапшаң, тоқтауы қиын. Тормозды бассаң ұстамайды. Әтеу 10 рет басқанда әтеу қабақ-қабақ тіреледі. Сондай машина бар. Көзіп дейтін, былай шайқалады, алға шайқалады. Жан-жағы жарқылдап отырған сол машинаны айдады. Содан осы күні кешеге дейін айдады. Одан жаман көргенім жоқ. Барлық кісілерменен жақсы қарым-қатынаста болдық. Жасымыз бар, кәріміз бар, бәріміз. Бір жерде той болатын болса, бәріміз жиналып та барып, той-тойлап та келіп жатырмыз. Енді ағайдың енді еңбегі көп бізге. Біздің тәрбиеміз сол ағайдан қалған тәрбие. Барлық жағынан да үйретті. Суға да салды, отқа салған жоқ. Бәріне де салды. Малды да сойдып, Қозырашып бүкіл малын қарлығашқа сойып берді. Осы қарлығаш біледі. Біздер осы жігіттер бар. Мен айтам ғой, ағайға. Біздер осы шөбіріміз, біз қасапшы емеспіз, ауызшы емеспіз. Неге сала бересің деп арасында айтам ғой. Соны жаратмай қарады. Бірақ ол бізге сабақ болды. Күні кешеге дейін жасап бердік. Жұмыс деген жақсы ғой. Арасында жиналып отырғанда айтады деп, ай, сендер алдарың қалай болады, алдарың бүлдір сияқты. Осы бір күні сендер осы жұмыстан желкелеп әкелетін жұмысқа біздер желкелеп жүрміз ғой. Ертең сендер шақырмайды үйден шақырмайды жұмысқа.
Sogunda ürtü göresingler ертең. Өздерің жалынасыңдар біреуге. Алмайды ертең деп сөйтіп айтатын. Соның бәрі заманның келе жатырғанын біліп айтып тұр ғой. Алдағы шүкір әйтеуір соның бәрін тыныш заманын өткізіп, мынау ауыр заманға келгенде сүрінбей жүріп жатырмыз соның арқасында. Енді ағайдың бір несі осы үкімет тарап кетті. Мен ана индерге таксамайт етіп жүріп, бір жаман москвичпен әлгі кісі түсімде енетте тұрып. Мен газетпенен жұмыс жасап жүріп, скалаттан зат тиіп, енді бір жаққа апарайын деп отырғанда ана кісі көрнекте жоқ болып кетеді. Сонда менің жұмыс жасағанымды жақсы көріп тұрған сияқты. Содан ендерге постоянно кісі тасуға шықтым, қалаға тасыдым. Соны менің ұрпағымды асырап, азын шоғынды байыпта кеткен жоқ, нетті кеткен жоқ, әйтеуір соларды аяқтандырдым бәрі. Содан осы күнге дейін пенсияға жеткенше сол кісіні көріп жүрдім. Ара-тұра көрінеді. Осы күні тынышталды, әйтеуір жетті-ау ауылдың қолы деп. Соған енді ризамын енді. Иманды болсын. Үлкен кісілер, кіші кісілер бар, бірге жұмыс жасаған біраз. Соның бәріне иманды болсын, шапағатшы болсын. Енді қалғанымыз аман болайық. Бұның ұйымдасып атқан шаралымыз ұзағынан болсын, жақсылық болсын. Еліміз тыныш болып, нанымыз көп болып, бай қуатты болайық, аман болайық. Амин. Енді үлкен кісілер, орындарыңыз төр болсын әр уақытта да, уайым қайғысыз бала-шағалардың қызықтарын көріп отыра беріңіздер. Мен бұл ұжымда жүк түсіруші болдым. 60 тоннық вагонды Сәкен, мен, Түйме, Талғат болып түсірдік. Ер адам бар ортамызда. Розаға сөйтіп жүк түсіруші болып жұмыс атқардық, адалда қызмет еттік деп ойлаймын. Мен Бердішағайдың бір өзіме текелеп айтқан дәстесін айтып кетейін сіздердің алдыңызда. Ойрат жайлап жібіп жатсын. Бір күні мені кәтегіне жібірді қыстың күнінде. Қайшапанның дүкенінен. Мен айттым, кәтегіне жақпайын деп сөйдедім. Сіз отырғандар столда мен кәтегіне жауға тиістім бе деп сөйдедім. Тұп-тұра, коллективтің ортасында. Барсаң да барасың, бармасаң да барасың. 3 күнге барасың деп сөйдедім. Жылап еңіреп, сол кәтегіне бардым. Содан түспайда өмірімді жарық көрмеген кәтегіне қозғап қойып, Бердішағайдың кәтқанын көрдім де, қозғап түтінді бұрқыратып кәтегенің ішінде сөйттім. Айналайдай деп сөйдеді. Бұл жұмыс біреудің қолына тиіп, біреудің қолына тимейтін заман болады деп сөйдеді. Мен сені еріккеннен жіберіп отқан жоқпын. Ана кісілерге үлгі болсын деп жіберіп отырмын деп сөйдеді. Сосын айттым, Құдай енді жақпаным кәтегіне болсын деп сөйдеді. Бәқ айттым және. Содан кетіп қалды ол кісі, ертесіне шақырып алып, ай жиен, жұрттың көзінше сен маған сөйтіп неге айттың деп сөйдеді. Сонда мен ана кісіге өте арқа сүйіп тұрған болып тұрмын ғой. Еркелеп, өзімше үш тартып, нағашы деп айтып тұрғаным ғой. Жатқан жері жайғып, иманы жолдас болсын, ұрпағын жайлап жібіп жатсын. Бізге жасаған жақсылығы біздің шашымыздан да көп. Алла тек сол кісіге келінге семьясына, ұрпағына қайырлы ғұмыр берсін деп тілектеймін. Аман болыңыздар барлығыңызда. Жұмыстастар бүкіл енді басымыз қосылып
жақсы отырыс болып жатыр ғой. Коллектив болып, бәріңізге қош келдіңіздер. Енді жаңа айтып жатыр ғой, Ұлпаттың, Кенженің, Сағиманың бастауымен болып жатыр. Көп рахмет айтамын сіздерге. Жеңгелерім, апаларым, бәріңізге қош келдіңіздер. Енді жаңа кім біреу сөйтейін деп тұрғаным, жаңа Қарлығаш айтып жатыр ғой, Күләш неге барып зада алмай келді деп, тек соған бір түсіп келейін деп тұрмын. Ең бірінші мені Бөбекте алған, сосын жаңа келген 76 жылы жұмысқа келдім. Қойшының қызымын ештеңе көрмеген, Атырауға мені жіберді ғой машинаға мінгізіп. Содан барайын деп барсам, мәкілі орыстарға бар деген толып жүр. Содан әлі затты алған жоқпын. Содан бір машинаға деген ауылға қайтып келдім. Келсем бері жаға кетіп барды. Түніменен де ойлап шықтым ғой, құрсын, таңертең маған ұрсат, не істеймін деп. Таңертең қорқа есікті ашып кірдік. Ағайға кіргенде негізі қорқып білеміз ғой біздер. Содан кірдім, ағай деген дым айтқан жоқ маған. Қуанып кеттім жаманат деп, ұрысқан жоқ ай. Жаңа жеңешем айтам ғой, ағам ұрысқан жоқ, содан қуанып кеттім деп. Ол кісілер енді, Қаратоқай болғасын кішкене маған көп ұрысқан жоқ енді. Анда-санда ұрысып, жаңағы мына Нұрлы айтып жатыр ғой. Бір күні Нұрлы білмей, бір керім әлгенде заң айтады Нұрлы. Содан мына шығып кеткесін айтады, ай Күләш жүрсей дейді. Мына Қараның айтып тұрғанының заңының бәрі дұрыс дейді. Бәрі дұрыс, мынау заң біледі дейді. Соған мынау заң біліп жаңағы от жақпай тұр ғой енді. Қайша апа, Мәри апа, үшінші ауылдан келген апаларым, Нұрзила, апай, сіз, жеңешелерім бәріңізде аман отырыңыздар. Тек осы балаларыңыздың қызығын көріңіздер. Барлығымызда тек баламыздың қызығын көрейік. Аман отырайық, жақсы тойларда бас қосайық. Жақсы сол тілекке біз де қосыламыз. Қайырлы күн, барша жиналған Қозыршоқтың баяғы қызметкерлері, үлкендеріңіз бар, кішілеріңіз бар. Осындай бас қосу бәріміздің де басымызға келіп бұйырып жатыр екен. Содан қалмай келіп жатырмын енді. Шақырған жерлерге бармай. Ал үлкен кісілер аман отырыңыздар. Ұзақ жасаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Дендеріңіз сау болып, бастарың аман болсын. Барша Қозыршоқта жұмыс жасаған қызметкерлер сыйластықта болдық. Ешкіммен ешәдескен жоқпыз. Жақсы тәрбие алдық. Қайшапа кеткенде жұмысын маған тапсырып кеткен дүкенді. 86 жылы. Содан кейін жайлап жұмыс жасап жүрген мезгілінде Сұлу екеуміз бригадный болып жұмыс жасадық. Өте жақсы болдық, тату болдық. Бір қызық әңгімені айтайын. Горбачевтың заңы шықты, сағат 11-ге шейін арақ сатуға болмайды деген. Содан арақ сұрап бәрі келеді ғой енді. Таңертең жылтылдап бастары ауырғандар бар. Содан бір күні жалғас кеп, қолында мөшегі бар. Сағат деген әлі оны болған жоқ. Ойбай, бері қош кемпір, бері қош кетіп барып, қырға кетіп баратырмын деп. Соны қасқа қазір біреу ұстап алса не істейсің деп. Сөйтіп, әкеш қашын салып берейін деп, шаңдап салып беріп, рахмет. Содан жалғас тек жерге қойып, ақшасын төлеп, тек көтеріп атқанда тек сычан кіріп келді, участковый ғой. Кіріп келді тек, мынау деп дегенде тек жалғас тек жаңа жердегі өшекті алып та зытты ғой деп. Шауып, сычан екеуміз күліп жатырмыз. Ой, қатырды сенде деп. Міне тауып баратқан дейді, қаға кетіп баратын дейді, құрсын деп. Оны іштеген біз де қоямыз ғой, мына просто жүрек ұшып кетіп зытқанын айтамын. Арақ салдырлатып алып баратыр және. Сондай қызықтар көп болды ғой енді. Аман болайық бәрінде, дендеріңіз сау болсын, осындай бас қосулар бола берсін. Баршаларына рахмет, мына Кенже, Сағима, Ұлпа, аман жүріңдер. Сол енді, рахмет бәріне. Аман отырыңдар, жеңеше. Ал жасыңдар, мырзалар мен ханымдар, бүгінгі мына жақсы кешке қош келіп жатырмыз бәрімізде. Мына ұйымдастырып жатқан үш қызға рахмет. Жақтарын түспей жамандық көрмеңдер. Әр уақытта осындай қамқоршы болып, ұйымдастырушы болып жүре беріңдер тек. Мен де осы ұжымда 10 жылдай қызмет атқардым. Берді Шағаяуды жұмысқа кіргізіп еді, жиенімді жұмысқа кіргізейін деп. Қозыршоқта қанша істедім. Жақсылықты да көрдік, жамандықты да көрдік, бәрін де көрдік, атқардық. Бірақ ағайдың үйреткен тәлім тәрбиесімен үлгі алып жүре бердік. Жаңа Роза айтып жатыр, жаңбырда да, балшықта да жүрдік, аяғымызға безіп етті келіп, мына екінші ауылға вачетқа келеміз бәріміз шұбырып. Жаңбыр күндері. Ағай сосын айтады, аяқтарымды аңсап деп. Ботеміз жоқ деп безіп етіп келеміз ер адамдардың.
сондай күндер өтті ғой енді. Енді мына қатысып отқан ұжымдастар бәріне де тек денсаулық тілеймін, жанұяларында аман болыңдар. Әрбір шаңырақта тек қуанышты, қызықты күндер көп болсын, той көп болсын. Сол тойдың ортасында тек аман есен басымыз құралып, ыдырамай, жақсы ниетпен тек жүре берейік деген тілек айтамын. Бәріңізге да рахмет. Ал ұжымдастар, қош келіп жатырмыз бәрімізде. Мынау енді үш қыздың арқасында осындай құралып жатқан не ғой, құтты болсын енді. Рахмет айтамыз сіздерге. Апайлар аман отырыңыздар. Қайша апай бастағы. Апаларым, жеңгелерім бәрінде аман отырыңыздар, жастан жасқа шыға беріңіздер. Бәріміз де аман болайық енді. Айтқан сөздің бәрі қабыл болсын. Осылай жүре берейік деп басымызды берді. Мен мына 1 октябрьда 70-ке толып қалдым. Сосын мына ауданнан нелер келіп жаңа ақсақалдар құттықтап рахмет айтамын мен қуат бастағаныммен. Бәрі 70-ке келем деп ойлағанда жоқпын ғой мен 70-ке. Біздің айналадан ешкім келген жоқ. Мен оған бір денсаулық берген болар енді. Бауырларым бәрі кетіп қалды ғой енді. Жолдасыма да 20 шақты болып жатыр енді. Осы салада жұмыс жасадық қой, 75-тен бері жұмыс жасадық. Соны аяқтап кеттік қой. Барлықтары аман болайық деп, аман отырыңыздар. Жақсылықта кездесейік. Осы күнде көрілген осы совхоздан кейінгі үлкен мекеме десек өтірік болмас. Қожашоттың көркем өнерпаздары ұйымдастырған концерт болады. Оған бір күнде арнайы бұл Қожашоттың концерті болады деп. Жаңағы айтқан 3-ші ауылдан көйлек алдырады, 5-ші ауылдан көйлек алдырады. Әйтеуір қалай болғанда да қағаздай тізіліп, апайлар дайындыққа келеді. Одан кәдімгі той болады сияқты, Қожашоттың концерті болады деп. Ат жаға. Words of thee, come for
жатпайды, әлі де бірге істеген коллектив тапсырып деп, осы қоздырушылықтың құрыш қолды жігіттеріне сөз сыйлағасын жолдағымыз жол көріп жатырмыз. Болат аға, Сажен аға, Жолдасқали аға, Еламан аға, Сәкен аға, Қанат аға, Талғат аға. Ал енді қымбатты апаларым, қарындастарым, ағаларым, інілерім, бүгінгі мына Қосарашат мерекесіне алыстан жақыннан келіп бас қосып жатырмыз. Мерекелеріміз құтты болсын. Қуанышымыз бүгін бас қосу. Мынау енді мен бірінші бір тілегім айтайын деген маңызды деп айтылып жатыр ғой, бірақ өзімнің бір жеке енді тілек білдіргім келіп отыр. Мына осындай басымызды қосып, алыс жақында осы жұмыстастардың басын қосып, ұйымдастырып соны жатқан мына көшеде мен бір 3 қарындасым бар. Біреуі енді Сағима Құдашан, екеуі қарындасым, бірге жұмыстас болған. Мына Ұлпат, біріншіден, Ұлпат деген қарындасым жалпы районда тұратын. Сол енді өзі осыны бір ұйымдастырып, осылай жасайық деп, сол Жақсыбаттағы 2 апасына телефон соғып, ақылдасып, осындай шараны ұйымдастырып, бастамасын жасаған осы Ұлпат қарындасым. Сосын оған енді кейде қарындасым қосылды, Сағима Құдашан қосылды, тағы да осы жұмыстастар бар, қосылып жүрген жігіттер бар, қыздар бар деген секілді бәрі осы ұйымшылдықпен осында енді жақсы осы столдың басында кездесіп жатырған жайымыз бар. Енді Алла сіздерге Алланың нұры жаусын, елдеріне сауық тілеймін. Мына көрініп жатқан балдарыңыздың немере жиендерінің қызын көріп отырар едіңіздер деген. Ал енді мына осындай біз осындай үлкен мекеме болып, осындай жақсы бір ұжым болған себебіміз оның бір адамның бізге үлкен себебі тиді. Ол кісіні айтпай кетуге болмайды, ол мәңгі біздің жүрегімізде. Марқұм Бердіш ағамыз. Ол кісінің бізге жасаған жақсылығы, көмегі, оның бәріңізге білесіздер. Ол бекен қаттайса да, жай айтса да, ол жаңа айтқан өзін бізге болсын деген бәрітпен айтып жүрді сол кезде. Оны жаңағыда осы жігіттер, қыздар айтып кетіп жатыр. Енді бекеннің жатқан жер жайлы болсын, тоқырағы торқа болсын, иман жолдас болсын, бізге жақсы басшы болсын. Мен бекенмен көп жүріп бірге жүрдім. 20 жылдың үстінде бірге жүрдім. Көп тастым ол кісіні. Бармаған жерімізде жоқ. Ең соңында осы өмірден өтетін шағында Атырауға жиналысқа барам деп марқұм. Мен как раз сол кезде соңғы новый машинаны алдым. Сосын машинада новый болғасын кәлем жүру деген болар. Сол бекеннің үйіне келсем, бекен өмірде ол кісі қалың киінбейтін кісі. Мына шапканы түсіру дейтін жоқ осы. Жеңіл жүретін кісі ғой. Сол мен қарасам бекен үстіне тұлып киіп алған, бөлікті түсіріп алған, сосын келіп кәлем айтылар. Сосын жайлап қозғап жүрді, соны қозғалсын бекен ауыр жүзбе десе. Ой, осы соң кездегі ауыр жүрді. Соның Атырауға жиналысқа бардық. Сол күні қуандық Қашап дейтін экспедиентіміздің үйіне. Соның келесі күні қайта Олып Атырау союзда жиналыс болды. Соған бар, маған затым тиіп кетеді, мен затым тиіп келіп отыр едім. Соны жиналыс бітіп бірмелді келіп бастықлар. Қалелі маман жерді бар, біздің райкомның бастығы. Тағы болыстың үйінде. Соны мені шақырады, мұнда келді. Мен кабинеде отыр едім күтіп. Сол барсам,
әкеп не фотоға түсейін деп жатыр екен. Жаңағы кінің басшылары. Сол мені бір соңғы бір несі болды ма, сол бірге нетсін деді ме, сол шақырып қасында фотоға. Сол фотосын мен енді оны кейін сұрамаппын, енді оны білмейсе сол фотосы бар екен, фотоларымыз жоқ екен, білмеймін әлі. Соны келгеннен кейін иманды болсын, мен келесі күні записымын, сол келесі күні Гүлнар екеуміз ендіге жұмыспен кеттік. Соны ендіден келгенде марқұм Бекен Марисаға түсізе кестік. Өмірі сондай енді Бекеннің қысқалау болып өтіп кетті өмірден, жақсы басшымыз болды. Бекеннің бір жақсылық жері ол адам баласын талғамайды. Бізде кім жасамады? Бізде әрмендар жасады, қалпақтар жасады, орыстар жасады, Атыраудың қазақтар да жасады. Әсепен дейтін әрмен жасады, оны білесіздер бәрін. Ет түкен ендіде, ет түкен деп отыр. Сосын бір қалпақ жас жігіт оны, 11-11'de айтады. 10 тал. Сол енді иманды болсын, сол кісілердің көбі өмірден өтіп кетті. Бірақ анана жаңа қалпақ жасап отыр, соған сіздер телефон соқпадыңыздар, хабарласқан жоқсыңдар. Ол сол тербе болды, хабарласпаған екенсіңдер, соғалып қойды. Кім екенін кісі баласы ғой? Кім екенін кісі баласы, енді оны қайдан білейсіздер, бір қалпақ. Бекеннің арқаның жаңа жақсылықтар айтып. Бекен енді, Бекен жөнінде айтсақ көп, оны қазір осы неге сыйғыза алу дейтін ол білмеймін, мүмкін секілді емес. Дегенмен бір-екі бір нелерін айтып өтейік енді осы сондай әңгіме айтайық, осы отырыс болсын жақсы деген ниетпен жиналып жатырмыз ғой. Мана қайшатым отыр ғой енді көз тірі, Алла тағала атына қуат берсін, 90-ға келіп жатыр екен. Жаңа бір сөзімді айттым, енді Алланың берген жасын жасып 100-ге жетіп, соған бір тойлап жіберсек деген ниетіміз бар енді. Мана алтын дейтін, біздің енді осы ішіміздегі бір жаңағыдай бір өзі пысықтау болды. Көп жаңа ешкімге нетпейді жаңа өз несімен. Соны таңертең бетіңмен өткенде жиналамыз ғой таңертеңдерде. Соны директор еді, екен бірінші келеді, біздер сөйлей жоқ. Қайшабым келді. Отырады да. Сосын малдасы бүйтіп құрып алады, бүйтіп. Сосын отырады, жан-жағына қарап кіреді, бізге қарап кіреді. Сосын жайлап, нәсінен, апа сол кезде не заңын, нәсібай ма, не заңын алатын. Балақтан алып бірдемені, осы мұрамға апарасыз ғой, қағаз барады. Сосын Бекен қарап отырады да, қанша дейін тасын ауын дейді. Aldım. Ramın bizim eski tanışıyoruz. Aldım saçmaydı. Beken aydır aldım. Алтын. Енді Бекен өте бір сондай не болды, осы мына ұрысса да өзі жөнімен ұрысатын адам ғой. Жұмсаса да талай ұрысты да естідік. Қуып жібереді үйге. Кет деп. Сол үйге жатып алып, мен ұстап қалып жарайды. Біреулер иманды болсын, мағын сәлім атын кетіп тұрады. Ау! Темекі тартқан, арам ішкен, насыбай атқан, ода бір мәтіктікі. Бірақ апа сол не зат екеніп сұрап отырған ғой, нәсібай ма, не зат сол білмейді. Айтып алдым балақтан шығарып, атып атып береді. Содан ұмытып тағала бізгі бөліп берді. Бекен жөнінде айтып жатырмын, енді ол кісінің сондай не болды ғой енді. Ол кісі ұрысқанмен жаңа несі тез. Сол Сәлим ақынды маған, Сәлим ақын келіп тұрады мен өзі. Болатжан сені шақырып басып. Сол енді алдында ұрысып кеткен адам ғой енді, көрмейтіндей болып. Барам да, жайы барам, әшәнен барам. Басым, үшінші ауылға жиналысқа барамыз. Әшәнді пиге қойды, алдында ұрысқан бәрі қалды жайында. Соң бір осы сол кезде бір үшінші ауылда бір басы қауысу тек үшінші ауылға жиналыс. Ең ғой тек басы қауысу жатыр, үшінші ауылға жиналыс. Мен Бекен айтам, ол үшінші ауылға. Жамандамай басып. Апа, енді белгілі нәрсе құлағын саған. Ал енді
сөйткен енді марқұм енді иманды болсын, иә, ол кісінің енді жақсылығы көп болды, жақсы жолдас болды, бірге жүрді, осы қиындықты да, еңбекті бәрін көрді. Көшеде осы жалпы осы істеп жатқан енді азаматшалар ғой енді, апаларымыз бар, мен айтқан аға қабылдасын неміз бар, бәрі осы қозғалушылықтар жасады, соның ащында да, тұщында да, суында да жүрген азаматтар өшеді. Бәрі, оны бөліп жаратын жоқ, бәрі еңбек жасап, сол еңбектің жемісін көрді, жақсылығын көрді, Бекеңнің жақсы тәрбиесін көрді, содан үлгі алған адамдар жиналып отырамыз. Енді Бекең жөнінде айтайын десем, не көп? Енді бір несін айтайын енді. Мана алмағын дейтін отыр осы жерде. Ендерден келіп отыр. Бізде складчик болып жасады. Соған бір жылы 8 март 3 күн демалыс болды. Ол кезде осы демалыстар жөнді берейін. Десе де қазақ демаламыз. Сақ келіп жатыр, шақырып жатыр. Сол 3 күн демалыс болды. Сонда жастық қой. Алма білмен 3 күн ендері 3-ші ау екі ортада жүріппін ғой. Мәшинамен. Бекең келіп үйді қарап кететін көрдім. Мәшина жоқ, мен жоқ. Сағанның құлағын алдын сырқап, сағанның күнлер алтырада. Мен сағанмен жүріп жүрмін, үйленіп жүрмін. Неде? Ақтөбенің кабинет техникумында оқиды екеуі, өнер екеуі. Олар сонда, соны қайдан, кім маман екеуі, алмағын бәрін білдіріп жүрген. Сонда, жас, алмағын, сонда ойымызды ештеңе жоқ болды. Бекеңнің жақсы болма, ұрсала ғой, іздейлер жоқ. Алмағын бейіндерге апарам, мамасы бар онда, арабет үйде боламыз, 3-ші ауыр ветші келеміз, қайда апарам, қайтып келіп. Алмағын мен бәтсі басып Мен зияны жоқ бол тұрса Сонда 3-ші күн дегенде Коланге бір қыз баланы апарып салдым автобусқа. Марттың кезі әбетке дейін ерікте, қататта тұсқа тек ерік. Соны 3-ші ауылдан мен қабақтан түсемде мұздың үстімен Коланге қабағын шығып. Соны ана қызды апарып автобусқа жүріп, үйге келіп, ерте язып келіп. Өзім ойымда, Бекең енді ананың бәрін білсе ұрсалау келіп. Соны келіп, мәшина болып бүйтіп Бекең қасымен өтіп кетті. Мен көрсемде көрмегенде өзім мәшер журналист. Соны бардым ғой, барғаннан кейін жаңа айтайын, қайда жүрсің деді. Қайда жүрсің? Сен 3 күн бойына үйде жоқсы ғой. Бәрі біліп тұр ғой енді. Сосын марқұмның айтқаны неге сұрап кетпейсің, сұрасаң Москваға да жіберем ғой депсің. Ол кісінің айтқаны. Сосын бар жұмысыңа жүреді. Енді мен ол кезде намыс өтім ғой. Жауап кетті. Соны жаңа Бекеңнің жақсылығы ғой. Ал енді ол айта берсе, бұл жерде көп. Сосын бір нені айтып кетейінші мұна. Мына Роза апының жөнінде айтып кетейінші. Мына Роза апыңды жұмыс қалдырған мен өзім. Оны апым біледі. Енді Бекеңмен көп жүрем, енді әбетке барамыз. Төлеуғали ағамыз болсын, жақсысы. Соған барамыз, әбет жеп, кеште ужин жеп. Соған мен барғанда апым жеп, ол кезден жастау бар. Шауып жүр, әлі пысық, дастарханда жайнап. Соны ойлап қоймыз. Шыққаннан кейін келіп барады, Бекең айтып, мына Роза апым дейді, біздің саудада жасайтын адам ғой дедім. Сонда жұмысқа алып жіберсек деп. Соны Бекең соны дедім, Роза апымды жұмысқа алдырдым. Содан бұл ет дүкенінде жасап, ет сатты, әттегенмен. Соны жаңа ет алып келем, Наклонныйға енді қарғашты береді ғой. Наклонныйға қол қойып береді, Наклонный қарсы. Бұл қол қоймасын қойдым дейді, е деген әліпті. Қана е. Сосын айтым, қолымды е мен қол. Оның ешқаған бетіп ат екен ғой дейді. Сонымен кетті бақымды қолсы. Сода әкепте жатқан бұлар енді. Сөйткен анымда, сондай нелер көп болды енді. Оны айта берсе қазір енді. Жігіттер бар сөйлейтін. Ұйықтап қаламыз. Сондықтан енді Алла Тағала бәрімізге қуат берсін.
Ана кезінде жасаған еңбектерін енді жемісті болып, осы көпшілігі енді үлкейіп жатыр, зейнеткерлікке шығып жатсыздар, шықпағандарыңыз бар. Алла Тағала бәріңізге қуат беріп, Алланың берген жасын жасап, семьяларыңызбен бақытты болуға нәсіп етсін деген. Ал Алланың нұры жаусын бәріңе. Ойға түсіп мен мына жерде біздің Қозырашұтта бұндай адам енді жасады ғой бәрі енді. Оған мен ешқандай бірақ мына жерде бір азамат отыр. Қазір Атыраудан келіп отыр, кештеу келіп жатыр, Еламан дейтін. Оны бәріңіз де білесіздер. Еламан бір қылшықты мысалға бір затты адамға зиян жасаған адам. Бұны мен айтайын деген себебім, менің жұмысым мына нанмен сүт тасу болды ғой, жарық мекеме болды. Мен сол бәріне таратамын, бескелден таратамын, түгел таратып келдім. Ең соңында накладнойды қайшағын әкеліп тапсырамын. Сол бір кеште келсем, сол бір дүкенде бір жас біреу отыр. Жаңадан келген, жас қой, сарғандар бала ғой. Қарасам, жас қыз сарған, дүкенде ученик болып жасайды атының басында. Сосын көз қиығымды салып қойдым да, бана кетіп қалдым ғой. Сол жаңа Еламанды айтайын деген, сол жаңа шампан келген екен. Шампан келіп қапқа сатылған. Елақан мен енді нарколарға қапқан нандарын артынан қапына тапсып, сатылып. Елақан бір меңде яшіктер сыққа жәнен несі болды, соған тасып алып. Bir gün de Yerekan gelip de yok orada değil böyle şampan. Ya sosun kaçırmaydı koymayın lafı. Ablam buna bak ya ana yaşlıkın kararların arasında biri getip kaldı dedim. İki şampan açılıp çıktı. Ya son tangar Yerekan dedim. Yerekan'ın abim mezun oluvatır ya. Senin olmasan bile haydi. Şimdi Yerekan solda. Ama anlayacağını bilmeyeyim ya da başka da mümkün olacak. Onun sonunda yendi, bana Yerekan yedi. Din sağlık versin Yerekan, anamcım. Şimdi keşke bir olsun. Amme, boğulun yani. Dinle. Neyse sorayım, zaten okuvasyona kaç bir yeri sorduğumuz Rumsuzda bir şahane var, aktarın bilmem. Yiyecek resim verip, şimdi yiyecektim, kavarını da bırakıyorum. Sonra kaçapını kazan ucuyla kutluyoruz, benim ağaç sağdım negizde, yürüyüşüm olsa kaçaptım. Ben de. Жылы yürüdükte açattım bu sıksa, ben anamla geldi açtım bu. Rahmet açap kaçapma. Sonra 97 yılında aktarın içinde Kinci, Güller, men, Aysu, tuttuğumuz başka tarif etti, namusuzda aktarın, 97 aktarın çıktık. 20 yıldır durmuş değil mi? İyi, Karakan'da yaptık. Gündeki konu dedi, ömürde kızıkından çıkırken birge gördük. Okuğa vardık, Günder oğuşlarmaydı, ne diyormaydı. Aktarın oğuzlarına söyleyeceğim, Günder tıkırdak gülüp. Dedi ömür düttü var. Artık aman olunca geldi. Yaşımda geçtik. Bu dedi de sonra gittik var. Жақсы болды ama bu da жақсы geçtik. Hazır şu 27 yıl ekan, 27 yıl болған сияқты уже. Ya. Sondan beri енді бұлай ауылда көріп жүргенменен бір-бірімізді мынандай отырысты риза болып жатырмыз енді. Мына ұлпат келініңді айналайын. Сен сосын Kenjiye Сағиманға басқарып үшеуін осы ерінбей біреу боқтаса да біреу ұрысса да сонымен ештеңе айтпай жүріп жатсыңдар. Рахмет сендерге. Алла Тағала денсаулық берсін. Бала-шағаларың қызық көріңдер. Ал енді айтамын, осы отырған ағалар, апалар, жеңгелер, нағашы, жиен, бөлелер бәріңізге, құрдастар, інілер бәріңізге де бір сәлем.
ең бірінші денсаулық қой, дендеріңізге саулық берсін Алла тағала. Аман болайық, немере, шөбере, жиендер, бөлімдердің қызықтарын көре беріңіздер бәріңіздер. Енді мана бәрімізде Бердеш ағайдың жиенінің ол айтпас кетпес, айтпай кетпеуге болмайды. Енді осы темірдей тәртіпке үйретті ғой енді шынында. Оған басымызды иеміз. Енді ұрсы-ұрсы болады да, үйге кетіп қалып келсе артынан, ай, нағашы, Мәдинаға айтайыншы, ана, бақ пысақ қойсын, кешке 5-те барамыз. Ой, тұрмай, алдында ұрысып атқаны бәрі қалады, өзің шірісіп кетесің ғой сонда. Енді айтамыз бұл жерде, Қайшатым бар, Мәриятым бар, мына жерде жеңешелерім бар, Нұрзиларым бар. Енді бәріңізге де тек ана жерде Қарлығаш жиен бар. Бәріңізге тек осы отырған Алла тағала денсаулық берсін сіздерге. Аман болыңыздар. Немере жиендерінің қызықтарын, шөберелерінің қызықтарын көре беріңіздер. Алла тағала денсаулық берсін бәріңізге. Басымызға басып мұна дастарханға отырыңыз. Кенже ағама, жеңгеме, қарындасыма рахмет сіздерге осындай ұйымдастырып қалдыңыздар. Үлкен кіші аман болыңыздар. Барлық қызықтарыңға отыра беріңіздер. Мен көп сөйлемеймін, құтты болсын. Құрметті қойшы ауыл, осы ұйымдастырған алса жалын, алысынан шақырып бірге болыңдар деп, аман болыңдар, аға-апаларымыз аман болсын, өмірде өткен аға-апаларымыз иманды болсын, қатарымыз еремесін, жұрттарын алдымасын, ортамызда қарай бере беріңіздер, үлкен апалар, ағалар, қарындастар, бауырлар, ағайындар. Енді беріш ағамызға айтпай кетіп болмайды, ағамызды бізге асқартау әке болып, асқартау алыстаған сайын биікке түсетін қазақта мақал бар. Ағайын ұрпы беріп жүресін, ағайын әрі бері өткенде бес сипар өтеміз сонан сыйынып қалаға кетіп тұрған еке айтқанда ағайын шүкірлік екен, менің аяқтанғанымды көріп кетті ғой деп. Енді ағайын ең жасында кетіп қалды. Мен ағайын жасынан келіп енеске шығып отырмын. Шай от шыққаныма. Аман болыңыздар, жақсы қуанып келгендерге кездесу жасын алла нәсіп етсін. Аман болыңыздар, жақсы. Қатарымыз жұмыстасып жүре берейік. Ал енді мына құрметті жұмыстастарым, бүгінгі сағын отырмыз, шоу бәріміздің басымызды қосып жатыр, көптен көп рахмет. Жаңада үлкендер жағы жақсы ниеттер айтып жатыр, осы пештен Аллахым шалсын деймін. Бағыттарыңызға, жанұяларыңызға бақыт, дендеріңізге сауық тілеймін. Айтады бірінші байлық денсаулық болса, байлықтың өзі сол. Астайтын рахмет болады. Енді сол мына жерде Қайшат бар, Мәрият бар, үлкен апаларымыз бар. Сіздер де аман отырыңыздар. Сосын мына жерде Қарлығаш апалар айта кетейін. Баяғыда есіме түсіп, жұмыстан шығамыз сағат 10:30-да. Уже 11-де қолда қыстырып дайын істегенде. Пшеничный. Айтты жігіттер ол қарып қосыла қалдай отырып жүрген. Сізге де көп рахмет аға. Аман жүрсін. Мен өздерін жемедіңдер мен. Жүгірсін, көп бәріміз жедік қой. Ал бәрімізді осы жақсы осындай тойда Алла тағала кездесуге нәсіп етсін деп ғой. Ағайдың басы қатты осы аяқта әпке бар. Ағай сол қайда бармай жатырмыз? Ағай жұмсады. Дамылғада барып кел, арамыз кел, бақылмен барып кел. Оған да барып келдім, 18-ге жүріп келдім. Қолына бір үздік қағып кетті мынандай. Кетіп айтады сізге, өлейін түгіз, мұны алайын. Өзі аманса барып келді ғой, дамылғада барып келдім. Ағайын жасау, жайын болсын. Аман болыңыздар. Мына микрофон азат дейді ғой, бәрі сөйлеп жатыр екен. Жақсы енді мына ұжымдастар дейміз енді. Бәріміздің енді басымызды қосып жатырмыз, осы іште үлкен кісілер бар. Соларға денсаулық берсін енді апаларымыз. Бана енді басында тамада сөйлегенде осы мына
жақсы үлкен адамдардың бәрін еске алды ғой. Ғарифолла ағай бар, Дариға апай бар. Мен мына осы жұмысқа келгенде 90 жыл оқып бітіріп келіп осында жұмысқа кірдім. Ағай сразу марқұм товар қылып алды. Сосын маған айтты, есеп жасау білесің бе, дүкендерді есептеп білесің бе деп. Содан енді мен сол ревизия болып, манағы үшінші ауылда мына Мәккапай бар, Айгүл бар, осы жерде отырған, Үнзира болды, Жеміс отыр мына көзді, Жаңылапын болды. Сосын мына жеңгем бар, Роза жеңгем. Сосын мына Ақтөбеде Қалшатма бардық, марқұм қайтты ғой енді, жеңгеміз. Сосын енді мына Тайсерғанда Қалим апамыз бар, осы мына үмітте жасады кімнің, Қазихан ағайдың қызы. Соларға оны алып беріп жүрдім, дүкенде ауыстырдым. Ауылда да сондай жұмыстар жасадым. Сосын енді мына экономисттің де жұмысын берді ағай бір мезгілдері. Нұржамал апай болып марқұм қайтты, білесіздер енді, Алмашыға. Сол кісілерді енді көріп қалдық, осы мына Нұржамал апаймен бірге қоян қолтық жұмыс жасадық. Енді ағайдың бір жақсы бір қасиеті, бұл енді бұл кісі астық отчет жасаймыз ғой. Мына астық отчетін товар жасайды. Ол кісі өмірде астықтың астықшысын аппасыз көрсетті деп маған есімді алдыр ұрсады. Мына жақта Нұржамал апай тағайындайды, сен неге астықтың дұрыс бермейсің деп. Содан енді оказывается ол ана астықтың аз берсек, астық көп келеді екен ауылға. Астық көп болса, мал болса, әм болады деп ағайдың несі. Сондай бір нелермен енді бір айқайласып жүрген кездеріміз болды енді. Ренжіп отырып, түнде таңертең астықтың отчетін дұрысына барып берсем жыртпайды. Қайтадан жасайды. Марқұмның енді сондай болды ғой несі. Bir gün ayıp çözüm ol. Karacan balıkı varım derdim dedi. Zamanların olsa balık oluğu yatır. Balıklı үйреніне беріп, біздер енді дейміз енді, жөн барам дедім, бардық үйрендік көрдік, осында жігіттердің бәріміз енді балық тартқан күндеріміз болды. Ғарифолла ағайдың бір сазанды пісіріп, мына тамағын жейміз ғой енді, мына айталада пісірген енді судың басында, ол деген өте дәмді болды, дәмді қылып пісіреді марқұм бригадия. Сөйтіп балық тартып жүрдік, артынан бәрі енді өмірге керек болды, осының енді сондай бір қалай деп айтам, қасиетті бір көріпкелдігі болды ма айтамын. Сондай жерден бәрін алдын ала айтып алады, әлде біздер енді ренжімесін деп айта ма, көрсетті соның бәрін, көрдік. Өмірімізге керек болды соның бәрін. Енді жақсылық дейін бәрімізге де аман отырайық, осындай тек жақсылығымыз, кездесуіміз көп болсын, жақсылықта жолға берейік, аман болыңдар. Қазір мен енді ауылға келіп тұрып, бір өлең айтып берейін деп едім деп жатыр. Ешқандай қарсылық жоқ қоя, оған ешкім қарсы болмайды, сіз дайындалып алыңыз деп отырмыз. Оны біреулер армандайды. Баяғыда Еламан ағама апайлар, ағайлар сенгені сондай ысқылаптың дәлелді беріп қояды. Ай қалқай, біздерге бір беріп қоймайды ғой, сөйтіп кіріп шықса деп армандайды біреулер. Айда Еламан аға ашынан өзі де ол заңын қозғамайды деп. Ауылдың суы, ауылдың руы аңсатып, күйбен келбеттің жүрген сулары тасқаттап. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақтап. Ақылдай жолан, жарамай жолан барлыққа. Ауылым жайлы, ауылым жайлы жырғатам. Түйініп тұрып, анам сүйенгені шарбаққа. Ауылым жайлы жырғатам. Түйініп тұрып, анам сүйенгені шарбаққа. Жол жүрген бүгін, бармасаң елге болмайды. Қылышымда шам, тіреймін елге маңдайды. Ет жақындарым, аттанып кеткен келместе, көз көргендерде азайып қақты сол қайғы. Ауылға барам, бәріне соғылыс ел
suyunip körüp anan jiyen şarapta yol vermegin oğla yol Еламан енді мынау қаладан келіп өзің ғана таңаттай келген екенсің, кішкене кешіріп қалдың ғой. Бағана келгенде саған 12-ден кете кел дедік қой. Енді мына Еламан биыл деген 63 жасқа пенсияға шығып, содан пенсияға шыққан кезде осындағы баяғыдағы жұмыстасымыздың көбіне айтыпты. Соның ішінде біз сияқтылар қалып қойдық қой. Одан мен білмеймін, шағала көп біліп бүйтеді ғой. Шағала қоймайды, ай сағына Еламан 63-ке толды ғой, пенсиясын жуды. Бізге саған айтты ма дейді, жоқ десем, бәрін айтқан жоқ, соған жаман жылындырды дейді. Мен айтам, қойшы шағала, ішкен етпесін деді. Аман жақсын десем, Еламанды бір жерде кездесіп қалып едім, ұрсайын деп едім, мен айтатын қашып кетті. Кешірім сұраймын еді, ұлшақшарынан. Енді ма, бәрін біле есаман, шақыраман, мына енді делегаттар келді, кейкапа, нұрбақалар, кешірім сұраймын, кешірім. Көп рахмет қуанышымызды бөлістіріп жатқаныңызға. Ағаның әрі құрдасы. Аман жүріңіздер. Рахмет, рахмет. Еламан ағайындар, Атыраудан келіп жатсыз, аман жүріңіз. Ауыл туралы жақсы өлең айтып жүрсіз. Жақсы тілек тілеп жатсыз, сіз де аман жүріңіз. Ауылға жетпейді.
кешіміздің қонақтары дүкенші апайлар, Сұлу апа, Шағал апа, Гүлнар апа, Саржан апа, Алмагүл апа,